Қайырлы күн қыздар, баршаңызға каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тауық еті мен картоптан сулы етіп пеште пісірудің жолын көрсететін боламын. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Картоптарыңыз құрғақ болмай, кәдімгі сулы болып, дәмді болып шығатын болады. Әрі жылдам, тез дайындалатын тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Бастамас бұрын арнама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Ең әуелі бізге осындай тауық етінің, бүтіндей тауық етімізді толығымен мұзын ерітіп, алдын ала жуып тазалап, осылай орташа етіп турап алыңыздар. Қатты майдалаудан қажеті жоқ. Және де картоптарымызды алдын ала жуып тазалап алып, осылай пышақтың көмегімен немесе осындай мен секілді ара пышақпен бөліп алсаңыздар болады. 4-5 бөлікке кішкене қалың болып кетпесін, орташа көлемді кесіп алатын боламыз. Мен бұл жерде картопты кішкене көбірек етіп жіберіппін, кішкене шамалы алып қалған болатынмын. Енді осы жерде картопымызды турап болғаннан соң, енді әрі қарай пиязымызды алып, пиязымызды жіңішке етіп осы картопымыздың үстінен турап салатын боламыз. Менде пиязымыздың көлемі кішірек болмағандықтан, осындай үлкендеу пиязымызды алып, жіңішке етіп жарты бөлігін ғана салып алдым. Міне осылай жіңішкелеп етіп картопымыздың үстінен салатын боламыз. Және әрі қарай бізге чесногымыз, сарымсағымызды 2 басын ғана алып пайдаландым. Оны да ұсақтап турап алып, тауық етіміздің үстінен салатын боламыз. Міне енді барлығын дайындап алып, біртіндеп осылай салып шығатын боламыз. Чесногымызды және де алдын ала дайындап алған. Осы жерде приправаларымыз қара бұрыш, қызыл бұрыш, және де кәуапқа арналған приправа, және де тауық етіне арналған приправаларымызды салып алдық. Міндетті түрде кәуапқа арналған приправаларыңызды салып алыңыздар, өте дәм беретін болады, жақсы. Енді осы жерде толтырып бір шай қасықпен тұз салып алдым. Егер аздау болса, дәміне қарай кішкене салып жіберсеңіздер болады. Міне осы жерде помидорымызды ұсақтап блендерден өткізіп алып турап салсаңыздар болады, немесе жаңағы үйде аджика болса, соны да салсаңыздар болады. Немесе ондай болмаса, кетчупты салсаңыздар болады. Міне енді майонез салып алдым. Өздеріңіз көздеріңізге өлшемдеп, көз мөлшерлеріңізбен өлшеп салсаңыздар болады. Менде осы жерде қолмен араластырған ыңғайлы болды. Міне осы қолымызбен жақсылап араластырып, картопымызбен пиязымызды салатын боламыз үстінен. Мен оны қалдырмаймын, бірнеше минутқа сразу пісіретін боламын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша маринадтап қойсаңыздар да болады тауық еттеріңізді. Міне осылай барлығын араластырып болғаннан соң, осы жерде пештеріңізді алдын ала қыздырып, жағып қойсаңыздар болады. Міне араластырып болдық. Енді табамыздың астын міндетті түрде майлап, жаңағы алдын ала дайындап алған тауық етіміз бен картопымызды барлығын міндетті түрде суымен бірге осылай құйып алып, осылай барлығын салып болғаннан соң, бетін міндетті түрде мен осылай фольгамен жауатын боламын. Сонда беті құрғақ болып кетпейді, картоптарыңыз қатты болып қалмайды. Беті жақсы болып пісіп, сулы болып пісетін болады, сочный болып. Міне осылай екінші бетінде осылай фольгамен жауып алатын боламыз. Міндетті түрде осылай фольгамен жасап көріңіздер. Және де соусына міндетті түрде помидорды немесе жаңағы сацебили икрамен салып жасасаңыздар, өте тіптен керемет болып шығады. Міне осылай барлығын бетін жауып, алдын ала қызып тұрған біздің 180-160 градуста 1 сағат және де 1,5 сағатта пісіріп алатын боламыз. Пешіңіздің қызуына байланысты міне осылай толығымен салып пісіріп алатын боламыз. Міне біздің тауық етіміз толығымен пештен пісіп шықты, өте керемет болып шықты десем болады. Қараңыздар, суының өзі кәдімгі әдемі болып шыққан. Нан батырып жегенге өте керемет тойымды болады. Ер азаматтарымызға қатты ұнайды осындай сулы болған. Және де картоптарымыз қатты болмай жұмсақ болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сізге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Күлбану. Каналыма кіріп тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Алда басқа да рецептермен бөлісетін боламын. Қош, сау болыңыздар.